Түркістан облысы, Арыс қаласы, жас натуралистер, техниктер, туристер станциясы. Қосымша білім беру педагогы Бақыт Серғазұлы. Бүгінгі қашықтықтан өткізу сабағымызға қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы табиғи кедергілерден өту кезіндегі қауіпсіздік ережелері. Сабағымыздың мақсаты табиғи кедергілерден өту кезіндегі қауіпсіздік ережелерімен танысу. Сабағымыздың барысы туристік жорықтар кезіндегі күн өту. Жорықтарда сондай-ақ улану және ішек инфекциясы. Өртке қарсы қауіпсіздік және алау жанындағы сақтық шаралары. Суға шомылу кезіндегі қауіпсіздік шаралары. Жаздың басында таулы аудандарда көктемде ультракүлгін сәулелердің күшеюі кезінде тері күйуі қаупі бар. Күн арқылы терінің күйуі кезінде қызарған жерлерді ешкі сүтімен, одеколонмен және спиртпен сүртеді. Көпіршіктер пайда болған жағдайда кәдімгі термикалық күйік кездеріндегідей шаралар қолданылады. Күннен күйуді сақтану үшін жеңді көйлек, екі жаны бар, артына екі қабат дәке тігілген жазғы бас киім. Күшті күн сәулесі кезінде көз үшін ойықтары бар дәке маскасын, жұқа, ашық түсті мақта матадан тігілген қолғаптар кию керек. Жорықтарда сондай-ақ улану және ішек инфекциясы болуы мүмкін. Бұндай жағдайда жүрегі айнып, іші ауырады. Температурасы көтеріледі. Егер бұл 3 күннің ішінде басылмаса, энтеросептол 2 таблеткадан күніне 4 рет қабылдайды. Іштің төменгі оң жағы қатты ауырса, бұл соқыршектің белгісі. Ол жерге суық су басып, ешқандай дәрі, сұйықтық, тамақ бермей, жатқызып, ең жақын медициналық пунктке жеткізу қажет. Өртке қарсы қауіпсіздік және алау жанындағы сақтық шаралары. Алау жағу кезінде ең алдымен қауіпсіздік ережесін сақтау керек. Топ жетекшісінің рұқсатынсыз алау жағуға болмайды. Ағаш бұталарды шабу үшін лагерь аумағында әдейі алаң жасалынады. Алаңның ортасында алау жағуға арналған орын дайындалып, айналасы қазылады. От ұшқындарынан өрт шықпас үшін айналасына су шашылады. Өрт қауіпсіздігі үшін күрек, шелек, өрт сөндіргіш құралдарды дайындап қою керек. Суға шомылу кезіндегі қауіпсіздік шаралары. Су тіршілік көзі. Туристік жорықтар, экспедицияда, саяхатта суға шомылу ең қызықты және өте қауіпті. Топ жетекшіден бұған айрықша көңіл бөлуді талап етеді. Жорықта, экспедицияда, саяхатта шомылу тек гигиеналық мақсаттарда ғана жүргізіледі. Елді мекендерде немесе оған жақын жерде суға түсу қоршалған жағдайда кезекшілік және құтқару орындары бар жағажайларда өткізіледі. Егер арнаулы жабдықталған жағажай болмаған жағдайда шомылатын жер кәріз суы құйылатын және басқа да лас су көздері жоқ жерлер болуы керек. Қайықтары бар туристер болған жағдайда топтағы шомылу кезінде суға түсуге арналған жерде күзет жүргізілуі тиіс. Шомылу тек топ жетекшісінің рұқсатымен жүргізілуі керек. Сабағымызды қорытындылай келе қауіпсіздік ережелерін сақтау туристік топ мүшелеріне қойылатын басты талап. Апатты жағдайда және жарақат алуды болдырмау үшін туристік жорықтың әрбір мүшесі қауіпсіздік ережелері мен талаптарын орындауға міндетті.